Музыка тыңдау харам ба? Әннің де естісі бар, есері бар. Тыңдау шының құлағын кесері бар. Абай. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның ән музыкаға рұқсат ететін де, тыйым салатын да көптеген хадистері бар. Музыкаға байланысты дәлелдердің әр түрлі болуына байланысты ғұламалардың кейбіреуі жалпы музыканы харам десе, енді біреулері адамға пайдалысы адал, ал зияндысы харам деп пәтуа берген. Жалпылай барлық музыканы харам дейтіндердің дәлелдері. Бірінші, адамдардың арасында ешбір дәлелге сүйеніп, білімге жүгінбестен, елді Алланың жолынан адастыру үшін бос сөздерді сатып алатын, немесе ақиқатпен айырбастайтын, әрі хақ жолын келекеге айналдыратын адамдар бар. Оларға Алланың қорлайтын азабы болады. Бұл аяттағы қазақша бос сөз деп аударылып отырған лахуал хадис сөзі көңіл көтеру үшін ойын сауық мақсатында айтылатын әртүрлі хикая, әзіл, оспақ, ертегі секілді сөздерді, әңгімелерді де қамтиды. Кейбір ғалымдар лахуал хадис сөзін Ибн Аббас сияқты кейбір сахабалардың ән деп тәпсірлегенін негізге алғандықтан музыканың харамдығын білдіретін дәлелдердің қатарында қолдануға тырысқан. Алайда бұл аят жалпылай барлық музыканың харамдығына дәлел бола алмайды. Себебі тәпсіршілердің бәрі бірдей лахуал хадис сөзін тек қана ән деп тәпсірлемеген. Бұл аяттың түсу себебіне үңілер болсақ, лахуал хадис сөзінің жалпылай барлық музыканың харамдығын білдірмейтінін түсінеміз. Надыр ибн Харис деген меккелік мүшрик Иранда сауда жасап жүріп, сол жақтан қызық дастандар мен хикаяларға толы кітап сатып алып келеді. Сол кітаптағы хикаяларды меккеліктерге оқып беріп отырып былай дейді: Мұхаммед Ад және Сумат қауымдары туралы баяндаса, міне, мен де сендерге Рим және өзге елдердің мысалдарын әңгімелеймін деп халықтың көңілін Құраннан қайтармақ болған. Осы оқиғаға байланысты жоғарыдағы аят түскен. Екіншіден, аятқа толықтай үңілетін болсақ, елді Алланың жолынан адастыру үшін бос сөздерді сатып алатын әрі хақ жолын келекеге айналдыратын адамдар делінген. Яғни бос сөздерді жай сатып алатын адамдар емес, Алланың жолынан елді адастыру мақсатында сатып алатын және хақ жолын, Құран аяттарын келекеге айналдыратын адамдар делініп тұр. Ал халықтың көңілін Құраннан алшақтатып, хақ діннен адастыру мақсатында атқарылатын қандай да бір істің тіпті пиғылдың күпірлік екені айтпаса да түсінікті. Ендеше аяттың мұсылман жандармен әрі дұрыс музыка, пайдалы әуенмен тікелей байланысы жоқ екені анық. Ал егер музыканы адамдарды адастыру үшін дінді келеке ету мақсатында қолданса, онда ол аталмыш аяттың аясына кіргендіктен ондай музыканың харамдығында еш шүбә жоқ. Екінші, Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның Сахибул Бухари хадис кітабындағы үмметімнің арасынан әйелдер жыныс мүшесін, яғни зинаны, жібекті, арақты және музыка аспаптарын адал санайтын қауым топ шығады деген хадис музыканың харамдығын білдіретін ең қуатты дәлел ретінде келтіріледі. Бұл хадистен бір қарағанда музыканың харам екендігін түсінуге болады. Алайда Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның даңғараның тамбурын сүймелдеуінде айтылған әнді тыңдағанына байланысты сахих хадистерді де ескере отырып, аталмыш хадистің әрбір сөзі назар салып, мәніне терең үңілетін болсақ, басқаша үкімге де баруға болатынын көреміз. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам егер жалпы музыка аспаптарын харам еткен болса, онда өзі музыка аспаптарын мүлдем тыңдамас еді, әрі музыка аспаптарын қолданған жандарды да дереу тияр еді. Хадистегі музыка аспаптары деген мағынадағы әл-мағазиф сөзі даңғараны да қамтиды. Себебі тамбурын музыка аспабына жатады. Алайда Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның даңғараның сүймелінде айтылған әнді тыңдағаны жайлы, тіпті айтылуын құптағаны жайлы Әл-Бухариде және басқа да хадис кітаптарында сахих хадистер бар. Сондықтан жоғарыдағы хадисті былай түсінгеніміз жөн. Хадисте айтылған әйелдің жыныс мүшесі жібектің жалпылай харам емес екені баршаға мәлім. Себебі әйелдің жыныс мүшесі некелей жанға адал, ал некесізге
зина болғандықтан харам. Жібекті де адалы мен арамы бар. Жібек еркектерге харам, ал әйелдерге адал. Дәл осы секілді музыка аспаптарында ажыратып қарауға болады. Яғни хадистен жалпы музыка аспаптарын емес, кісінің ғибадатына кедергі келтіріп, жүрегіне бөтен сезім ұялататын зиянды музыканы адал ететін қауым шығады деп түсіну керек. Осы хадисте айтылған арақты ғана бұлай бөліп қарай алмаймыз. Себебі арақты жалпылай харам қылған нақты аят пен бір тамшысы да болса да тыйған сахих хадистер бар. Үшінші, Нафихтан руаят етілген басқа бір хадис. Жолда Ибн Омармен бірге едім. Ол шопанның сырнайының үнін естіді де жолдан алыстай түсті. Саусағымен екі құлағын бітеді. Сосын, «Уа, Нафих, естіп тұрсың ба?» деді. Мен «Жоқ» деген едім. Саусағын екі құлағынан шығарды да, «Уа, Нафис, пайғамбарымыздың осылай істегенін және дәл осылай істегенін көрдім» деді. Келтірілген бұл хадисте жалпылай барлық музыканың харамдығына дәлел бола алмайды. Себебі аталмыш хадис бірнешеден сахих емес. Әбу Дауд өзінің хадис жинағында аталмыш хадисті келтіргеннен кейін бұл хадис мүнкар деген, ал енді хадисті сахих деп қабылдағанның өзінде жалпылай барлық музыканы харамдығын білдірмейді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзіне ұнамаған жағымсыз үннен де құлағын бітеуі мүмкін. Яғни, сол кезде тартылған сырнайдың үні жағымсыз болуы да ықтимал. Бұған қоса егер жалпы сырнайдың үні харам болғанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанындағы Ибн Омарға да құлағын бітеуін бұйырар еді. Яғни, Ибн Омардың күнә істеуіне жол бермес еді. Төртінші, музыканың харамдығына дәлел ретінде келтірілген хадистердің бірі Ибн Мәжәнің хадис кітабындағы Малик Әж-Әжғаридің әкесінен риуаят етілген пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның мына хадисі. Үмметінен кейбір адамдар арақ ішеді де оны басқа атпен атайды. Жандарында музыка аспабы ойналып, әйел әншілер ән айтады. Алла тағала жерді олардың үстіне төңкереді және олардың кейбіреулерін маймыл мен шошқаға айналдырады. Пайғамбарымыздың бұл хадисінде де музыканың жалпылай харамдығына ешбір дәлел жоқ. Бұл жерде арақты, сыра, вино, виски секілді әртүрлі басқа аттармен атап, адалға санап ішетін, әрі әйелдерге ән айтқызып, би билеткізіп, музыка ойнататын жандар душар болатын азабын ескертуде. Арақ ішіліп, әйелдерге ән айтқызылған отырыстың қандай отырыс екенін, онда айтылатын ән мен ойнатылатын әуеннің қандай сипатта болатыны айтпаса да түсінікті. Ендеше, бұл жерде салиқалы өлең мен пайдалы әуеннің харамдығына ешбір дәлел жоқ. Пайғамбарымыздың бұл хадисі қазіргі таңдағы казино бар сияқты күнәға толы түнгі клубтарды меңзейді. Бесінші, Абдуллах ибн Амр ибн Астан риуаят етілген пайғамбарымыздың сөзсіз «Раббым арақты, құмар ойынды және барабан мен қиыннинді харам етті» делінген хадисі музыка аспаптарының харамдығына байланысты алынған дәлелдердің қатарына келтірілген. Алайда бұл хадис әлсіз хадистердің қатарына жатады, яғни дәлелге есептелінбейді. Алтыншы, Ибн Мәсғудтан риуаят етілген ән жүрекке екі жүзділікті өсіреді делінген хадис. Бұл хадисте әлсіз хадистердің қатарына жатады. Әлсіздігін бір қатар мәшһүр хадис ғалымдарымен қоса Насруддин Альбани да білдірген. Келтірілген дәлелдерге қорытынды. Жоғарыдағы музыканың харамдығына байланысты келтірілген дәлелдердің арасындағы сахих хадистердің мағынасы жалпылай барлық музыканың харамдығын білдіретіндей нақты айқын емес. Ал мағынасы нақты айқын болғандары түгелдей әлсіз яки ойдан құрастырылған хадистердің қатарына жатады, немесе арақ ішілген жерде айтылатын әндерді меңзеген. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дерек көздер Қайрат Жолдыбайұлының «Дін мен діл. Күрделі діни сауалдарға жауаптар» атты кітабының 1-ші томынан алынды. Жалпы музыканы тыңдауға байланысты бізде ғалымдардың екі көз қарасы бар. Бірі музыканы түгелдей харам десе, екіншісі музыканың пайдалысы адал, ал зияндысы харам дейді. Біз бірінші мысалды келтірдік, ал енді
екінші, музыканың пайдалысы адал, ал зияндысы харам дейтіндердің дәлелдері деген екінші бөлімді Алла бұйырса келесі аудиодан тыңдай аласыздар. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.